Наурыз айы мейрамға толы ай. Алғыс айту күні, көрісу айт, және ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы да келіп жетті. Мен де ертемен тұрып, өзімнің сүйікті істеріне кірістім. Наурыз көжемді пісіріп, балаларымның ұйқыдан оянғанын күтіп отырмын. Наурыз көжеге балам тағамның 7 түрін қосады. Су, сүт, ет, арпа, тұз, құрт, күріш. Осы 7 тағам түрінен керемет наурыз көже дайындалады. Қане сендер де наурыз көжеден ауыз тиіңдер. Балам, бұл не екенін білесің бе? Я, мен білем, асықта. Асықтар дұрыс. Я, мен білем қалай, біз ойнаймыз. Менің ұлым асық ату ойынын өте жақсы көреді. Жалпы асықпен байланысты ойын түрлерінің барлығын өте ұнатады. Салудан бұрын бесікті аластайды. Ол неге аластайды? Бесігі таза болу үшін, ұйықтағанда шошымау үшін алас жын пәледен Жалғайды мендегі көңілдің сынығын, сен барда жанымда еркетай құлыным, бақытты ананың бірімін. Кішкентай жүрегім тәттісің білемін, бір тілек тілесем өзіңе тіледім. Аман бол, кішкентай жүрегім. Көзіңнен көремін тағдырдың тұнығын, өзіңсің себебі байлығым, ғұмырым. Сен барда жанымда еркетай құлыным, сарқылмас аналық. Дастархан, ау дастархан, мерекелі дастархан.